Су ағза үшін өте пайдалы болып саналады. Әртүрлі сусындарды ішкенде организмге кері әсер етеді. Артық салмақ, терідегі өзгерістер, тістегі кариес, жүрек тамыр жүйесіне әсері және тағы басқа. Зиянды сусындар орнына су ішсек, қандай өзгеріс болады? Бұл сұраққа танымал блогер Крис Бейли бір ай зерттеу жүргізді. Біріншісі – диетасыз арықтау. 9 күн бойы тек қана су ішіңіз. Бір күнде 8 километр жүгіргенмен бірдей калория жұмсайсыз. Екіншісі – метаболизм күшейіп, энергия көбейтесіз. Аш қарынға жарты литр су ішсеңіз, зат алмасу процесі жақсарады. Үшіншісі – күнделікті көп су ішу. Сіздің миыңыз күшті жұмыс жасайды. Ми 75-80% судан тұрады. Су ішіп миды қанағаттандырып, ойды жинақтауға көмектеседі. Төртінші, организмде су балансы реттеліп, күні бойы кешке де өзіңізді сергек сезініп, шаршауды ұмытасыз. Бесіншісі, тамақты аз жеуге үйренесіз. Бұл артық салмақ тастауға көмектеседі. Көбінесе адамдар аштық сезім мен шөлдеуді шатастырып алады екен. Содан калориясы жоғары тамақ қабылдайды. Сенбесеңіз, тамақ ішкіңіз келгенде 1 стакан су ішіп көріңіз. Алтыншы, су организмден токсиндерді, яғни улы заттарды шығаруға көмектеседі. Ағзаны тазалайды. Содан ерте қартаюдан сақтайды. Жас болып жүруді, терідегі балғындықты қаласаңыз, дәл қазір 1 стакан су ішіңіз. Қымбат косметикадан жақсы. Жетінші, су көп аурудың пайда болу қаупін азайтады. Мысалы, гипертония, зәр шығару жүйе аурулары, тоқ ішек рагы. Қымбат дәрілерге ақша үнемдеп, көп су ішіңіз және сусындарды суға алмастырыңыз. Сегізінші, жүрек жақсы жұмыс жасауын қаласаңыз, бір күнде 5 стакан су ішу жүрек талмасының 41%-ға алдын алады екен. Тоғызыншы, сіздің теріңіз әдемі, таза және жұмсақ болуын қаласаңыз, сеніңіз бірнеше күн бойы су ішу теріні тазартып, өзіңізді жақсы көре бастайсыз. Оныншы, ақшаны үнемдейсіз. Сенбесеңіз, бір күнде ішетін кофе, сусынға кеткен ақшаны санап көр.